Тікелей эфирдеміз, қымбатты көрермен, бізбен бірге болыңыздар. Дәл қазір жеке адамдардың банкроттығы мәселесі бойынша наурыз айында өтініш қабылдауды бастайды. Осы тақырып төңірегіндегі сауалдарға жауап беретін қонағымыз Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті басқарма басшысының орынбасары Айнұр Сартаева ханым. Таңшолпанға қош келдіңіз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Енді бүгінгі біздің әңгімеміз өте өзекті, өте кең тақырып аясында болмақ. Өзіңіз де жақсы білесіз, былтыр президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев осы банкроттық және азаматтардың қаржылық төлемақысын төлей алу қабілеттілігіне ерекше назар аударып, ден қойды, заң қабылданды, заңға қол қойылды. Енді міне 3 наурыздан бастап өтініштер қабылданады. Енді осы тақырыпқа толығырақ тоқталсаңыз, бұл жұмыс қалай жүзеге асады? Қандай механизмдер жұмыс жасап жатыр? Өздеріңіз айтып отырғандай, негізі бұл банкроттық рәсімі бұрыннан бері біраз мемлекеттерде бар, дамыған елдерде. Енді Қазақстанға осы 3 наурыздан бастап заң қолданысқа енейін деп жатыр, және осы 3 наурыздан бастап азаматтар банкроттыққа өтінім бере алады. Және осы банкроттық аясында азаматтардың ең басты қазір бастамай тұрып қадап түсіндіріп кететін жағдай бар. Көп азаматтар бұны бір кредиттік амнистия, жаппай рақымшылық деп түсініп жатыр да. Негізі ол ондай емес. Банкроттық дегеніміз бұл бір реттік акция емес. Және ол кейінде келесі жылдары, одан кейінгі жылдарда қолданыста болады. Яғни азаматтар өзі кейбір азаматтар болады, қиын өмірлік жағдайға тап болған. Қарызынан құтыла алмай қалған, мысалы несие алады. Кейбір азаматтар енді бірыңғай несиеге өмір сүріп жатқаны жасырын емес. Бір азаматтың басында өткенде телефон қоңырау шалды, осындай бір бағдарламада отырғанда 12 несие бар екен. Осындай азаматтарға қатысты қолданылатын жағдай бұл. Негізі азаматтар мысалы жұмыстан айырылып қалған болуы мүмкін, денсаулығына байланысты, тағы да басқа әртүрлі жағдайларға байланысты несиесін төлей алмай қалған болуы мүмкін. Осы азаматтарға қатысты нәрсе екенін атап өткім келеді. Және де егер де төлем қабілеттілігі бар болып тұрса, азаматтың мүмкіндігі болса, қарыздарын өтеуге, әрине қарызын төлегені жақсы. Жалпы бұл 3 рәсім қарастырылған. Соттан тыс банкроттық рәсімі және сот шешімі арқылы банкрот деп тану рәсімі, сонымен қатар төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімі. Соттан тыс банкроттық рәсіміне жүгіну үшін азаматтар өтінімді e-gov порталы арқылы бере алады. Сонымен қатар Мемлекеттік кірістер комитетінің әзірлеген Есауық азамат деген тегін мобильді қосымшасы бар. Сол мобильді қосымшасы арқылы да жолдаса болады өтінімін. Сонымен қатар халыққа қызмет көрсету орталықтарына, яғни ЦОН-дарға барып жүгінсе болады. Және бұл жерде тиісті өтінімді жолдап, оған қоса жаңағы банктермен алдын ала осы кредиттерін, несиелерін реттеу шараларын жүргізу жөніндегі міндетті құжатын қоса жалғау керек. Енді ол не деген сөз деп түсінбейді. Көп азаматтар енді мысалы азамат бір банктен несие алады, сол несиені алғаннан кейін ол мәселен 1 ай төлей алмады, 2 ай төлей алмады, сол кезде ол банкпен ары қарай жаңағыдай мен төлеу ай сайын төлеп отыру осындай сумманы маған қиындау болып отыр. Мүмкін сіз графикті қайттан қарастырасыз, немесе үстіндегі пайызын азайтасыз ба, басқа да мүмкін маған бір жағдай келтіресіз бе, мен осындай төлем қабілеттілігім болмай тұр деген сияқты жағдайын айтып өтініш жазады. Сол кезде банк қарастырып, оның жаңағы азаматқа ыңғайлы болатын жағдайында қарастырып көру керек мүмкіндігінше. Сонымен қатар бұндай шара жүргізілмесе, ол банкротқа өтінім бере алмайды. Ол маңыздысы. Сонымен қатар азамат 12 ай бойы бұндай қарызын төлемеген болу керек. Кәдімгідей белгілі бір шарттар бар және өтетін сатылары бар, өтінім бергенге дейін. Ал өтінім берілгеннен кейін шешім шыққанға дейін қанша уақыт өтеді және сол уақыт аралығында қандай жұмыстар атқарылады? Өтінімді береді азамат, содан кейін 15 күннен кейін оған қатысты шешімді шығарады Мемлекеттік кірістер комитеті. Яғни бұл азаматтың негізі бұндай өтінім беру үшін алдымен бұның қарызы 5.520.000-нан аспау керек 2023 жылы. 1600 айлық есептік көрсеткіш деп отырмыз ғой. Және оның қарызы тек қана банктік ұйымдар, микроқаржы ұйымдары, сонымен қатар коллекторлық агенттіктердің алдындағы қарыздары бойынша ғана бере алады. Сонымен қатар бұл азаматтың атында ешқандай мүлкі болмау керек. Мүлкі деп отырғанымыз ол жаңа үйі, жер учаскесі, автокөлігі, сонымен қатар ерлі-зайыптылар болады, ортақ пайдаланудағы мүлкі бар. Ондай да болмау керек ол кезде. Осы деректердің барлығын Мемлекеттік кірістер комитеті әртүрлі мемлекеттік органдармен, тиісті уәкілетті органдармен
базалармен тексереді, яғни скоринг жүргізеді. Мысалы өтінім алды, ол шын мәнінде мүмкін ол ойлап жүр, менде үй жоқ деп, мысалы мүмкін ана жақта бір ауылда баяғыда жер учаскесі қалып қойды ма атында, сондай сияқты жағдайлар болып қалуы мүмкін. Сол кезде соның бәрі тексеріледі. Егер ол азаматтың шынымен де атында ешқандай мүлкі болмаса, барлық шарттарға сәйкес келіп тұрса, онда азаматқа қатысты ол жаңағы рәсім басталады 15 күннен кейін. Және оған жауап жолданады, осындай рәсім басталды, және сайтқа жарияланады ол азаматтың деректері. Енді банкрот атанудың кері тұстары да бар ғой. Толығырақ айтып өтейікші? Иә, банкроттық бұл негізі бұл соңғы қадам ғой, бірінші азамат. Соңғы шара. Соңғы шара. Негізі заңды тұлғалар, мысалы кәсіпкерлер банкрот болса, ол жабылып қалады, ал жеке адамдар енді әрі қарай өмірін жалғастыра береді, бірақ дегенмен бұл соңғы шара, яғни адамның төлем қабілеті жоқ болғандығын растайтын шара. Бұны қабылдаған кезде адам белгілі бір салдарына дайын болу керек. Ол мысалы 5 жыл бойы несие ала алмайды осыдан кейін. Бұны мысалы банкрот деп танылмау, осыдан кейін 5 жыл бойы несие ешқандай микрокредиттер ала алмайды, тек қана ломбардтар алдында ғана осындай жаңа қарыздар алуға мүмкіндік алады. Содан бөлек ол 7 жыл бойына өзін қайттан банкрот деп жариялай алмайды. Содан кейін 3 жыл бойына бұл азаматқа қатысты қаржылық бақылау жүреді. Қаржылық бақылау дегеніміз ол не үшін жүргізеді деп түсінбейді жұрттың бәрі. Негізі ол қаржылық бақылау азаматтың осы банкроттыққа барар алдында қаншалықты шынымен де өзінің ақпаратын, деректерін дұрыс көрсетіп отыр. Шынымен де ол жаңағы жалған банкроттыққа барайын деп отырған жоқ па деген сияқты фактілер тексеріледі. Мысалы үшін кейбір азаматтар ойлауы мүмкін, мен жаңағы банкроттыққа барып бүкіл қарызынан құтылып, мынау қазір мендегі бар мүлікті басқа біреудің атына аударып қояйын, әзірге немесе ақшаларымды тығып қояйын бұл жаққа деп, сондай әртүрлі шараларды қолдануы мүмкін азаматтардың. Ондай жағдайлар да көп бізде негізі. Салық төлегісі келмейтіндер де бар, сол сияқты ғой енді. Жалпы осындай жағдайлар бәрі тексеріледі. Яғни егер азаматтар осындай жалған банкроттыққа барамын деген сондай ой болса, әрине ол ойдан аулақ болған дұрыс. Ол шын мәнінде төлем қабілеті жоқ азаматтарға қатысты қолданылатын шара. Оның барлығы тексеріледі, сол үшін осы жерден абай болыңыздар. Және шетелге шығу мүмкіндігі де шектелер, Жоқ, шетелге шығу мүмкіндігі шектелмейді. Ол тек қана жаңағы, мен жаңа бір рәсім ғана айттым ғой, соттан тыс банкрот деп тану рәсімі. Одан бөлек сот шешімі арқылы банкрот деп тану рәсімі бар. Осы рәсімде азаматтардың мүлкі бар болса, егер де мысалы мүлкі болса, онда олар азаматтар сотқа өтінім жолдайды ғой, мысалы мені банкрот деп таныңыздар деп. Сол кезде оның мүлкін мысалы азаматтардың электронды саудаға шығарады. Атында мүлкі болса, соның мүлкі сатқаннан шыққан ақшаны борышкерлері, яғни кредиторларына бөліп төлейді. Осы жерде жаңағы осы процедура жүрген уақытта, яғни ол 6 ай болуы мүмкін, ол әрі қарай ұзартылып, егер сатылмай жатса мүлкі 1 жылға ұзартылуы мүмкін еді, бас-аяғы 6 ай болуы мүмкін. Сол 6 ай уақытта жаңағы азамат шетелге шыға алмайды, себебі оның жеке меншігінде мүлкі саудаға салынып жатыр. Және ол міндетті түрде ол процедура барысында қасында болу керек. Және бұл жаңағы сот шешімі арқылы банкрот деп тану рәсімінде азаматтардың тек банктер мен микроқаржы ұйымдарының алдында қарызы ғана емес, одан бөлек басқа да, мысалы бюджеттің алдында қарызы болуы мүмкін, салықтан қарызы болуы мүмкін, немесе басқа бір үшінші тұлғаларға, жеке тұлғаларға қарызы болуы мүмкін. Осындай қарыздардың барлығын да жаңағы кешіру, жаңағы банкрот деп тану рәсімі қарастырылады бұл жерде. Және төлем қабілеттілігін қайта қалпына келтіру туралы да толығырақ мәлімет берейікші? Төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімінің бір оңтайлы тұсы бар. Бұл жерде азамат банкрот деп танылмайды. Яғни жаңағы мен айтқан салдары бар ғой, жаңағы 5 жыл несие алмайды деген сияқты. Осындай салдардың барлығы ешқайсысы бұл азаматқа қатысты қолданылмайды. Яғни ол кәдімгі бұрынғыдай қалай өмір сүрсе, солай ешқандай шектеусіз өмір сүре береді. Тек жаңағы оның қарызын ол төлей алатындай жағдай болу керек, қабілеті болу керек. Мысалы үшін оның несиесі бар делік, ол несиесін ол сот шешім арқылы жаңағы тиісті оған жоспар қояды, график қояды, 5 жылға дейін бөліп төлеуге мүмкіндік алады. Яғни ол азаматтың ондай рәсімге бару үшін алдымен төлем қабілеттілігі болу керек. Мысалы оған график қойған жағдайда оның шынымен де осы азамат ай сайын осы сумманы төлей алады ма, сол мәселе қарастырылады. Мүмкін ол азаматтың атында мүлкі болса, сол мүмкін бір қымбат мүлкі болса, оны сатып арзандау мүлік алып, ана қалған ақшасына жаңағы қарыздарын құтылатындай, бір бөлігін құтылатындай, ең болмаса сондай мүмкіндіктер де қарастыру мүмкін ол жерде. Өйткені ол жерде азаматтың мүлкіне байланысты жағдай қарастырады осыған байланысты. Белгілі экономист Мақсат халықтың айтуынша, расымен де бұл заңның қабылдануы үлкен жеңіс. Бірақ екінші жағынан үлкен қауіп
бар сияқты, себебі бұл біздің елімізге ең алғашқы рет енгізіліп жатқан тәжірибе ғой. Басқа елдерден әрине біз қарап, жаңағыдай тәжірибе алмастық, дегенмен де біздің елде ол алғаш рет енгізіліп отыр. Халыққа кеңінен таныстыру керек, ол шарттардың барлығын және тиісті деңгейде орындау керек. Осы орындалуға байланысты қазір халықтан көп өтініштер келіп жатқан жағдайда оның барлығын тиісті деңгейде жұмыс істеуге мүмкіндік бар ма қазір? Әрине мүмкіндік бар. Қазірдің өзінде мысалы біздің кірістер комитетінің азаматтары, осы қызметкерлері бүкіл еліміздегі 20 облыс бар ма, сол 20 өңірдің барлығына шығып, өздері осындай азаматтардың барлығын жинап, ең үлкен мәдениет үйлерге, залдарға жинап, соларға түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Және де сол жерде тікелей сұрақтарына да жауап беріп жатыр. Одан бөлек сол мемлекеттік кірістер комитетінің аумақтық басқармалары бар, департаменттері бар, сонда жұмыс жасайтын әріптестерімізге де оқыту жүргізіп жатыр. Сонымен қатар халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметкерлері де қабылдайды ол өтінімдерді. Ол азаматтарға да біраз оқыту шаралары жүргізіп, сертификаттап жатыр. Яғни бұл жерде содан бөлек қазір ақпараттық жүйеде жасалып әзірленген. Негізі 3 наурыздан бастап бұл өтінім қабылдана бастайды ғой. Біз сол уақытта азаматтарға тағы да осындай қадам-қадаммен осындай мынау батырманы басуыңыз керек, ЦП-мен кіруіңіз керек деген сияқты тағы да бейне нұсқаулықтарды жібереміз азаматтарға. Біздің әлеуметтік желілердің барлығына жазылсын. Мемлекеттік кірістер комитетінің сонда біз міндетті түрде таратамыз. Сонымен қатар бұл шараға жаңағы негізі 1 миллионнан астам азаматтың қатысуға мүмкіндігі бар деп жатырмыз ғой. Бірақ дегенмен де бұл 1 миллионнан астам азаматтың барлығы өтінім береді деген сөз емес. Себебі ол азамат өзі шешім қабылдайды. Мен осы қарызымды шынымен де төлей алмаймын ба, осындай банкроттыққа дайынмын ба деген сияқты. Егер де және шарттардың бәріне сәйкес келу керек. Ол азамат мысалы мен сізге қарыз болсам, сіз менің үстімнен осы кісіні банкрот деп таны деп өтінім бере алмайсыз. Немесе менің туысқандарым да бере алмайды. Мен өзім ғана сондай салмақты шешім қабылдап, сондай қадамға баруым керек та. Енді мемлекеттік кірістер комитетінің хабарлауынша 1,5 миллион адам қаржы институты алдындағы қарызы бар екен, және 90 күннен асып кеткен, өте алмай жүрген уақыты. Және азаматтардың төлем қабілеттілігін нашарлауы деген сөз ғой бұл. Енді бұл төлем қабілеттілігін көтеру үшін жалпы бұл заңнан бөлек қандай шаралар қолға алыну керек деп ойлайсыз? Қандай шаралар қолға алынуы тиіс? Бұндай жағдайға бармас үшін банкроттықтың алдын алуға болатын шығар? Енді бұл негізі жаңағы айтқан директорыңыз кредиттік бюроның директері. Және де бұл менің ойымша, өзім экономист ретінде ойлайтыным, азаматтар осындай несиелерге бас ұрғаны олардың қаржылық жағдайының төмендігі біріншіден. Және де екіншіден кейбір қаржы ұйымдарының азаматтың төлем қабілеттілігіне қаншалықты қарамай несиені бере бергендігінен кейбір қаржы ұйымдарының осындай салдарға келіп отыр. Мысалы, кейбір азаматтардың азық-түлікті де несиеге алып отырған белгілі мысалы. Ол да дұрыс емес мысалы. Осыған байланысты енді біраз қаржылық сауаттылықты көтеру шараларда жүргізілу керек міндетті түрде. Одан бөлек жаңағыдай азаматтардың өзі де кішкене талпыну керек. Ешкім менің сауаттылығымды көтеруге міндетті емес. Мен өзім талпынып, оқуым керек, білуім керек. Оның үшін ондай болып жатыр. Мысалы, басқа да азаматтар қалай, мысалы, кәсіпкерлік ашып жатыр, жағдайын қалай көтеріп жатыр. Сосын мына жерде маңызды мәселе, біз бағана айттық қой, 3 жыл қаржылық бақылауда болады деп. Осы жерде көп азаматтар қорқады. Ертең мен кәсіпкерлігімді ашып, мысалы, жағдайын түзеп жасам, соған адал ақшама мүлік сатып алып жатсам, сонда алып қойсыңдар ма дейді кейбір азаматтар. Негізі олай емес. Біз қайта қуанамыз, егер еліміздің азаматы осындай кәсіпкерлігін ашып, кәсібін дөңгелетіп жатса, неге оған қарсы боламыз? Ол адал ақшасын тауып жатса, егер ол кәсіпкерлігін тіркеп, заңды жұмыс жасап жатса. Ал егер де ол әрине заңсыз әрекеттерге барып жатса, сол кезде ғана сұрақтар туындауы мүмкін. Тек жаңағы заңсыз әрекеттерге баратын азаматтар ғана қорқады бұл жерде. Тағы да жалпақ тілмен түсіндіріп кетсек, банкроттық ол жағдай тым нашарлап, өте қиын жағдайда болғанда ғана баратын шара. Бірақ оны алдын алуға болатын болса, басқа да жолдары болатын болса, сол жолдардың барлығын қарастыру керек, қымбатты көрермен. Бүгін келіп, бұл заң туралы кеңінен ақпарат бергеніңіз үшін көп рахмет. Барлығы ойдай жүзеге ассын деген тілегіміз бар. Қымбатты көрермен, ұлттық арнамен бірге болыңыздар. Дәл қазір бізде жарнама, одан кейін бөлісетін өзге де қызықты және пайдалы ақпараттарымыз көп. Алыстамаңыздар.